Жусан сөлі тәбет ашады, ас қорытады, әртүрлі микробтарға қарсы тұра алады. Химиялық медицинада жусанның шырыны әртүрлі ауруларға пайдаланылады. Өсімдіктердің жаңа сөлі әсіресе қараңғы жерде сақталғаны туберкулезді емдеу үшін қолданылады. Халық медицинасында дематика қарсы дәрі ретінде қолданылған екен. Жусанның су тұнбасы тәбетті толықтай ашады. Ода күмән жоқ. Жусанның сөлін 4-8 рет пайдалану қажет. Сонымен қатар демікпеде, асқазан ойық жарасында, асқазан ауруларына қарсы қолданылады. Кейбір шырындарға да қосады. Жусанның дәрілік қасиеті осыдан 3000 жыл бұрын белгілі болды. Орыс медицинасында бұл жусанның сөлін жүйке ауруларына, бас ауруларына қарсы пайдаланылған. Сырқат үшін мал мен борсық байын қосып, туберкулезді де емдеген екен. Жусанның ем болатын аурулары және қолданылуы. Иммунитетті көтеру үшін жусанды былай қолданған жөн. 500 грамм жаңа кесілген жусанның сөлін грек жаңғағымен араластырып, ет тартқышпен өткіземіз. Оған 1,5 стакан бал араластырып, тамақтан соң 1 қасықтан күніне 3 мезгіл 1 ай ішу қажет. Демікпеге қарсы жусанды езіп, шырынын күніне 3 рет, әр ретте 5 миллиграммнан ішкен жөн. Сондай-ақ адамның тәбетін ашуға, іш тоқтатқанға, асқазан ауруына, ішек ауруларына қарсы қолданса болады. Жусанның дәрілік түрлерін, дәріге жарамайтын түрлерін ажырату оңайға соғады. Әсіресе дәріге жарамайтын жапырақтарының астыңғы беті күмістей жалтырап тұрады да, үсті қоңыр жасыл болып келеді екен. Жусанды абсентин және анабсентин дейтін екі түрлі ашы глюкозид, С витамині, ағзадан тері илерлік заттар, 0,5% эфир майы кездеседі екен. Майының түсі жасыл, көк, улы келеді. Жусанның ферроциттік қасиеті де бар. Оның ертіндісін езінді не шай ертіндісі түрінде тәбет ашу үшін және асқазанның жұмысын жақсарту үшін тұтынады. Жусан дәрілерін дәрігердің ұйғаруымен ғана ішкен жөн. 17 ғасырда Ресей жусанның шырынын жараларды тазалап, тез жазу үшін пайдаланған. Жусан шырынына малынған орамалдармен жараны ертеңді кеш таңып отырған. Халық арасында жусанды қайнатып ұстамалы қызбаға, шекке, газ жиналғанда клизма ретінде ішек құртын түсіруге, компресс қойып жарақаттарды емдеуге пайдаланып отырды. Жусан көбінесе шалфей, жалбыз шөптермен күнбағыс жапырақтарына араластырылып, адам ұстамалы қызба ауруына душар болған кезде қолданылған екен. Жусанды медициналық емес бағытта қолдану. Жусан терінің емдік ванналары, сығындылары, лосьондары, дезодоранттары үшін алымдардың құрамдас бөлігі ретінде косметикалық бағытта маңызды рөл атқарады. Олар бет пен дененің терісіне емдік және қорғаныш профилактикалық әсер етеді. Мартини, абсент және вермут әртүрлі хош иісті өсімдіктер мен негізінен жусанның көмегімен дайындалған сусындар. Тұрмыстық қажеттіліктер үшін үй шаруасындағы әйелдер жусан сыпырғыштарын жинайды. Олар бірлескен ауырсынуды, ревматизмді, семіздікті емдеу үшін ваннада жуылады. Оларды күйдіріп жібереді. Пациент жатқан бөлмені түтінмен тұтатады. Шөптер кішкентай кеміргіштер мен жәндіктерді қорқытып еденге жайылады. Ащы жусан бұл адамдардағы биттер мен жануарлар бүйрегіне арналған дәрі іспеттес. Қыстайтын өсімдіктердің тамырларын қорғау, бұтақтардың айналасына жусанда төселген жөн. Осымен бүгінге дайындалған жусан жайында кішігірім ақпаратымыз соңына жетті. Егер видеоны пайдалы деп тапсаңыз, лүпіл қойып, каналға тіркеліп өтіңіз. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз біздің үлкен мақсаттарға жетуге септігін тигізер еді. Алдын ала рахмет.